Subject pronouns. Subject pronouns дегеніміз қазақ тіліндегі жіктеу есімдігі. Яғни сөйлемде кім не деген сұраққа жауап беретін және де бастауыштың қызметін атқаратын арнайы есімдіктің бір түрі. Сонымен ағылшын тіліндегі жіктеу есімдіктері қандай? Олар мен, I, сен, you, ол жігітке he, ол қызға she, ол затқа it. Біз we, сендер you, олар they. Енді мысалдар қарастырайық. I'm Russian. Мен орыспын. Бұл жерде I бастауыштың қызметін атқарып тұр және де кім деген сұраққа жауап береді. Мен I'm Russian. They are brothers. Олар ағалы інілер. They олар кім және бастауыштың қызметінде тұр. It's a cat. Ол мысық. Бұл жерде тағы да it бастауыштың қызметінде және де сөйлемде кім немесе не деген сұраққа жауап беріп тұр. Ағылшындықтар жануарларға не деген сұрақ қояды. Сонда what is it? It's a cat. Сонымен subject pronouns дегеніміз осы.